Сәлем, бүгін сіздермен ауыздың дәмін, дастарханның сәнін келтіретін керемет ащы салат рецептін бөлісетін боламын. Алдымен суға қайнатылған мал етін ұзын таяқша формасында тураймыз. Тураған еттеріміздің барлығын ыдысымызға саламыз. Дәл сол формада қиярымызды ұзын таяқша етіп тураймыз. Қызанағымызды сол формада тураймыз. Барлық ингредиенттер төменде жазылған, оқысаңыздар болады. Қызанағымызды салып, қызыл тәтті болгар бұрышын, ішінің дәнектерін тазалап, ұзын таяқша формасында тураймыз. Барлық туралған заттарды ыдысымызға саламыз. Консервативті фасолімізді судан 2-3 рет өткізіп, салатымызды былғамау үшін тазалап жуып саламыз. Енді дәмдеушілерді қосамыз. 3 чеснокты үшкіштің майдалау шетімен өткіземіз. Бір шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық қызыл бұрыш саламыз. 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық паприка саламыз. Лимон шырынын сығамыз. Салатовый листі қолымызбен бөліп саламыз. Үстіне 3 ас қасық зәйтүн майын құямыз. 2 ас қасық соевый соус құямыз. Дәміне қарай көбейтсеңіздер болады. Жақсылап дәмін шығару үшін араластырамыз. Барлық заттарымызды жақсылап араластырдық. Енді сервистің тарелкамызға саламыз. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Иісінің өзі керемет шығады. Дәмі тамаша. Қонақтарыңыздың көңіліне шығатын керемет салат. Каналымға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.